Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде иман шуағы бағдарламасы. Бағдарламаның бүгінгі санында құрбан шалу мәселесі төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Студиямыздың қонағы Республикалық ақпараттық насихат тобының мүшесі Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы Асқар Әбітайұлы. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіз. Құрбан айт мерекесіне санаулы күндер қалды. Көпшіліктің көкейінде құрбан шалу мәселесі төңірегінде сауалдардың жүргені анық. Сол сұрақтарға жауап беріп көрсек. Әңгімеміздің әлқисасы болсын. Алғашқы сұрақ: құрбан шалудың хикметі мен сыры не? Жалпы құрбандықтың хикметіне, сырына тоқталатын болсақ, ең бірінші сыры бұл Аллах Тағалаға шүкір ету. Яғни Аллах Субхана Тағаланың біздерге берген мал мүлкінен бір бөлігін басқа біреулермен бөлісу, ол Алла Тағалаға танытқан шүкіршілігіміз болады. Екінші, Ибрахим пайғамбардың сүннетін жандандыру. Ибрахим пайғамбарымыздың артына ілесу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артына ілесу болып есептелінеді. Үшінші, жалпы құрбандық шалу, ол адамдарды жақындастыру, оларға бір садақа беру, қонақ ету, олармен қарым-қатынасты ұлғайту мағынасында осы құрбан шалудың негізгі сыры осында болады. Ал осы құрбан шалушы кісі қандай әдептерді ұстануы керек? Жалпы құрбан шалушы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның риуаятында Анас ибн Маликте келгендей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құрбан шалған уақытында қошқар алдырды, және де сол қошқарды өзі өткір пышақпен бүйірінен басып бауыздады дейді. Бұл жерде құрбан шалған уақытта ең бірінші бисмилланы айту керек. Жаңағы риуаяттың жалғасында бисмилля деп және де тәкбир айтып бауыздады дейді. Яғни бисмилля Аллаху акбар деп өткір пышақпенен малды қинамастан шалған дұрыс болады. Яғни малдың көзінше жаңағы пышақ қайрау ол макрух болады. Сонымен қатар таза жерде болғаны абзал. Және де малды бауыздаған уақытта тезірек қинамай бауыздаған абзал болып есептелінеді. Ханафи мазғабында жағдайы бар кісілерге құрбан шалу уәжіп болып есептеледі. Тыңдармандарға, көрермендерге түсінікті болу үшін осыны кеңірек айтып өтсеңіз. Жалпы құрбандық шалу зекет нисабына жеткен адамдарға уәжіп болады. Яғни өзінің қажетінен тыс ақшаға, мал мүлікке ие болған 85 грамм алтынның көлемінде артық ақшасы болған адамға құрбан шалу уәжіп болады, міндет болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім құрбандық шалуға жағдайы келіп құрбан айтты, құрбандық шалмаса, біздің мешітке кірмесін деген мағынасы бар. Бұл, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қатаң сөгіс айтқандығы, шамасы келе тұра құрбан шалмау. Демек, ақыл есі дұрыс болған, мұсылман болған, нисапқа, яғни зекеттік нисапқа шамасы келген адамға құрбандық шалу уәжіп болады. Алайда оған шамасы келмесе де сауапты үміт етіп құрбан шалса, ол шариғатта яғни мұстахаб амалдарға жатады. Яғни оның құрбан шалу міндет емес, алайда шалып, таратып, өзі жесеп басқаларға да бөліссе, ол сауапты амалдар болып есептеледі. Ал енді қарызға ақша алып, құрбандық малын шалуға рұқсат етілген ба? Жоқ, жалпы қарызға ақша алып құрбандық шалынбайды. Ол уәжіп дәрежесінде де, сүннет дәрежесінде де болмайды. Өйткені нағыз қабыл болатын садақа ол қажетсіздіктен болған садақа дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Қажетсіз артықтан болған садақа дейді. Бұндай кезде өйтіп қарызға алынып садақа құрбан жасалмайды шариғатта. Ал бірігіп құрбан шалу мәселесі төңірегінде? Бірігіп құрбан шалу мәселесі риуаяттарда үлкен малдарға келген. Ол сиыр малы 2 жастан жоғары болу керек, түйе малы 5 жастан жоғары болу керек. Жылқы малына құрбандық шалынбайды, өйткені риуаятта келмеген. Және де қой, ешкілерге бірігіп шалуға болмайды. Өйткені бұл шариғат шеңберінде қағидаларында ескерілмеген. Ал жаңағы бірігіп шалуға келетін болсақ, 7-ге бөліп шалынады. Жәбір ибн Абдулладан риуаят келеді, Сахих Бухариде. Біз Худайбия жылында бір түйеге 7 адам бірігіп құрбан шалушы едік дейді. Бір риуаятында бір сиырға деп келеді. Жалпы бұл шариғатында талас тудырмайтын мәселелердің бірі. Ал енді айтып өтіңізші, жалпы құрбандыққа қандай малдар жарамайды? Құрбандыққа
жалпы көзі соқыр болған, немесе қазақша айтқанда көтерең болған, өз бетімен жүріп жайыла алмайтын малдар, сонымен қатар өте арық болған малдар жарамайды. Сонымен қатар бір мүйізі толығымен жаңағы түсіп қалған, немесе бір аяғы жоқ деген сияқты, немесе бір құлағы түбегейлі жоқ болған малдар қатарында болса, бұлар құрбандыққа жарамайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл нәрселерді хадистерінде ескеріп кеткен. Алайда бір мүйізі кішкене қисайған болса, немесе жартысы ғана сынған болса, немесе құлағына ен салынған болса, сонымен қатар құлағының кішкене бөлігі кесілген болса, ол шариғатта құрбандыққа жарай береді. Бастысы құлағы түбегейлі кесіліп түсіп қалмаса болды. Құрбан шалудың уақытына тоқталып өтіңізші. Қай кезден қай кезге дейін, қай уақыттардан кейін шалуға болады? Жалпы құрбан шалудың уақытына келетін болсақ, Барра ибн Азибтен риуаят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: құрбан айт күні біздің ең бірінші амалымыз ол намаз оқу, айт намазын, одан кейін құрбан шалу дейді. Ал егер де кім бұдан алдын құрбан шалып қоятын болса, ол отбасына сыйлаған бір еті ғана болып есептеледі, құрбанның сауабы болмайды дейді. Демек, құрбан шалудың уақыты құрбан айт оқыла салысыменен 4 күн бойы шалуға рұқсат етіледі. Яғни құрбан айт күні, одан кейін ташрих күндері деп аталады. Осы 4 күн мерзімде құрбандық шалса, ол қабыл болады. Құрбандық малы болып есептелінеді. Ал егер де кешіксе, ұмытып кеткен жағдайда болса, егер шынымен ұмытып кеткен жағдайда болса, үзір жағдайымен ол құрбандық малы болып есептеліне береді. Бұл намазға қияс салыстырылады. Яғни кім бір намазын оқуды ұмытып кетсе, кейіннен уақыт өткеннен кейін есіне түссе, оның қазасын өтеген сияқты, ұмытып кеткен адам, немесе малын жоғалтып алған адам, малын жайлаудан ұстап үлгере алмай қалған адамға бұл жағдайда рұқсат етіліп, басқа күндері, кейін күндері шалыса, онда үзіріне себепті құрбандық уәжіп мойнынан түседі. Құрбандыққа шалынған малдың етін 3-ке бөліп таратып беру сүннет амалы екенін білеміз. Осыны кеңірек айтып өтіңізші. Жалпы құрбандық шалған малдың 3-тен 1-ін өзіне алуына рұқсат, және де 3-тен 1-ін кедейлерге тарату керек болады, және де қалған 3-тен 1-ін туған туыстарына бергені, сыйлық ретінде берген абзал. Туған туыстарының бұл жерде бай болуы, кедей болуы шарт емес, соларға беріп сыйлық ретінде берсе болады. Бұл риуаят Абдулла ибн Аббастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрбандық шалған уақытта 3-ке бөлушеді деген риуаятына сүйеніледі. Осы ретте тағы бір сауал туындап отыр. Құрбандыққа шалынған малдың терісін сатуға бола ма? Жалпы құрбандыққа шалынған малдың терісін, сонымен қатар мүйізін, сонымен қатар жаңағы құрбандыққа дайындалған малдың сүті деген мәселелерде кездеседі. Бұлардың бәрін құрбандық шалушы садақа ретінде беріп тастау керек. Яғни сатып, одан пайда көрмейді. Құрбандыққа шалынған малдың қай ағзасын жеуге болмайды? Жалпы құрбандыққа шалынған малдың ең бірінші қанын, атылып шыққан қанды, оны пайдалануға болмайды. Кейбір жерлерде сол қанды тосып алып, соны бір етке, күрішке араластырып жасайды. Бұл негізі шариғатқа қайшы, өйткені бұл нәжас үкімінде, бұны пайдаланбайды. Екінші, сол жыныс мүшелерін, еркек мал болсын, ұрғашы мал болсын, жыныс мүшелерін пайдаланбайды. Сонымен қатар бездерін, өтті, бұл пайдалануға келмейді. Бұл жалпы тек қана құрбандық малды емес, жалпы мал сойған уақытта тазалық ретінде бұл аталған нәрселерді жеп қолдануға рұқсат етілмейді. Құрбандыққа арнайы мал алып соймай, сол ақшаны кедей-кепшіктерге садақа ретінде таратып беруге бола ма? Ислам шариғатында бұлай амал жасаса, ол тек қана садақа өкімінде болады. Өйткені құрбандық шалуда қан ағызу уәжіп болады. Бұл құрбандық шалудағы, яғни мойнынан түсірмейді. Құрбандық шалушының мойнынан, құрбандық малын мойнынан түсірмейді. Ал енді қыз баласына құрбан шалуға немесе соның бауыздалғанын көруге рұқсат етілген ба? Жалпы ислам шариғатында қыз баланың құрбандық шалу, бауыздалуы ол қайтарылмайды.
егер шамасы келсе, қорықпаса, ол істеуіне болады. Сонымен қатар қарап тұруына да болады. Бұл риуаят пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Фатима қыз екеуінің арасында болған жайт. Осыған дәлел болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима анамызға өз құрбандығын шалуға не болмаса келіп қарап тұруыңа болады. Және де құрбандық шалуыңды шалған уақытта біреуге шалдырып жатсаң, яғни мына аятты оқып тұр деп айтқан риуаяты бар. Яғни менің жасаған құлшылығымда, садақамда, өмірімде Раббым үшін деген аятты оқы деп айтқан өсиеті келеді. Өмірден өткен туған туыстардың рухына тие берсін деген ниетпен, сауабы барсын деген ниетпен солардың атынан құрбан шалу қалай болады? Иә, жалпы біздің қазақ дәстүрінде шек деген нәрсе бар. Бұл қайтыс болған кісінің атынан құрбан айт кездерінде мал шалып отыру. Жалпы қайтыс болған кісінің атынан құрбан айт кезінде де, құрбан айтқа жетпеген кездерде де атынан бағыштауына болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сахих Бухариде келген хадисте 2 қошқар алдырды дейді. Бір қошқарды өзі сойып, екінші қошқарды бауыздағанда менің үмметімнің атынан деп бауыздады дейді. Яғни Алланың атымен менің үмметім атынан бауыздады дейді. Бұл жерден алынатын нәрсе, қайтыс болған кісінің атынан кез келген малды құрбан ретінде шалуға болады. Ал егер де құрбан айт кезінде, құрбан айт күні айт намазынан кейін қайтыс болған кісінің атынан шалса, ол мұстахаб амал болады. Ал егер де өзі қайтыс болар алдында ұрпағына өсиет етіп кетсе, менің атымнан шалынбаған құрбандықтарымды шалыңдар деп өсиет етсе, онда артынан қалушыларға бұл амалды істеу уәжіп болып қалады. Құрбан айттың алдындағы күн Арафа күні деп аталады. Осы Арафа күні не істеу керек? Жалпы Арафа уақыт жағынан да, мекен жағынан да қасиетті құлшылық. Бұл жағдайда Арафада тұрмайтын, яғни қажылыққа бармайтын кісілер сол күні өзара жиналып, Алла Тағаланы ұлықтап, Арафа уақытында дұға жасаса, сол күні ораза ұстаса, ол шариғатқа сай амал болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте, кімде-кім Арафа күні ораза ұстаса, оның өткен күнәлары мен келер күнәларını кешірілуіне себеп болады деген хадисі бар. Яғни Арафа күнінде ораза ұстап, жақсы дұғалар жасап өткізу қажылыққа бармаған мұсылманның шариғаттағы амалдарының бірі болып есептелінеді. Құрметті Асқар Әбітайұлы, өзіңізге шексіз алғыс айтамыз. Алла Тағала сізге, отбасыңызға жақсылықтар нәсіп деп тілейміз. Құрметті көрермен, Иман Шуағы бағдарламасының кезекті саны өз мәресіне жетті. Келе жатқан Құрбан айт мерекесі құтты болып, ниет дұғаларыңызды жаратқан Алла қабыл етсін. Жақсы күндерді жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болғай.